ашылды. Құдайлығымыз мың жылдық болсын. Ал жаным, мына келген жеріңе тастай батып судайсың. Бақытты болыңдар. Рахмет апа, айтқаныңызға сау еттім. Ей Салтанат, айттым мен саған, қаланың қызын алма деп. Олардың қолынан түк те келмейді. Небай, мен дейсің балға? Олдың алып келгені ғой. Лучше біздің арнан амадың ба? Не болып қалды? Мен әлде қандайық менсінбеп едім. Базар көмға не? Өтпей қалды ма қызың? Мына сенің қызыңды алмағанымызға Құдайға шүкір. Әйтпесе мына қызыңды менің ұлым 10 жерден жұмыс істесе де баға алмас екен. Ал енші. Братан, это вот от меня подарок тебе. Швейцарский. Серьезно, что ли? Конечно. Қымбат қой мынау. А братма ничего не жалко ғой? Ұрып алған жоқсың ба? Ничего ғой. Только это, Асқар ағаға көрсетпе. Что там, дайынсың ба? А? Дайынсың ба, деймін? Неменеге? Ну сегодня же это у тебя это первое. Ай, иди. Очень. Мұхтар ағама поддержка. Жеңшеме поддержка. Мұхтар ағама поддержка. Жеңшеме поддержка. Шеф, Әсел, қалайсың жаным? Құтты болсын. что с вами? Что, пили? Ну, надо же поддерживать легенду. Құдалық кішкене шынайы болсын дегенім ғой. Конкурстан ұтып алдым. Не, бірдеме анықтадың ба? Для него свадьба – это часть плана. Пока не знаю, какого, но скоро выясню. Бірақ ерланың баракаға ұқсамайды. Спокойный, тихий. А как он танцует, а? Ну что, у него на лбу будет написано, что он барыга? Шеф, соберитесь. Мария, сенікі дұрыс. Әсел, мен сен үшін қуаныштымын. Өкінішке орай ата-анаң бұл күнге жете алмады. Но это не настоящая свадьба, шеф. А, Дағы 50 грамм ішейік. Кеттік. я чуть-чуть подержу легенду. Телефон принесли. Міне. Асель, привет. Қалайсың? Детка. А если серьезно? Асель. Асель, қытығым кеп атыр менің. Давай. Ерлан. Что? Ерлан. Что мы делаем? Тихо, детка. Блин. Слушай, блин, давай. Потом. Асель. Как дела? Нормально.
Доброе утро. Ей, келіндегі негізі сәлем салу керек. Бірақ қасық салғын. Әй, шайды самоварға қайнат. Газ баллонды экономда. Өріктің ағашы қымбат. Анау сарайдан барып алғын. Ол көршінің сарай емес пе? Сол үшін техничны білдіртпей барып ал. Әлі бір айға жетеді. Может, новый купим? Мені сат, сонда точно хватит. Ей, даланың туалетіне бар, бұл қонақтарға. Не болды мынаған? Нормально. Че там? Қалай екен? Первая брачная ночь там. Ай, диги, давай сон. А? Сен алдымен мәшінемген диги деп аш? Понятно. Тез жөндіш, бір жерге барып кетер. Қайда? Клиенттер звондаған. Қойш? Бүкіл партияны аламыз дейді. Қас барамыз. Че, вообще никак па? Не деп атыр? Күйеуіңді аңдып жүрсің ба? Мен сен түсінем. Ерлан деген красавчик, атасына тартқан. Бірақ күйеуге сену керек. Ну, вы же сами подслушиваете. Енді ол менің күйеуім емес қой. Eyvah! Қайда жүрсің, а? По делам ходила. Мынаны қара. Маған ескертпей, өз бетіңмен қайда барып жүрсің, сен, а? Үй жиналмаған, ыдыс-аяқ анау жуылмаған, кір жуылмаған, дала сыпырылмаған, а?
А, это я все должна была делать? Сен істемегенде мен істеуім керек пе? А? Міне, қаланың ақсаусақ келін алсаң көрген күнің осы, апа. Салтанат, қойшы енді сабыр ет. Келгені кеше ғой, үйренеді. Жарайды. Біз базарға кеттік. Мен келген кезде мына жердің бәрі сиыр жалағандай тап-таза болатын болсын. Білдің бе? Нужна помощь. Принято. Выезжаем. Жігіттер, стоп. Да, принято. Ага. Жігіттер, басқа қызды алып қашасыңдар ау деймін. Маған жұмысқа бару керек. Ренжімеңдер, жігіттер. Фотографию я отправила. Пробейте номера по базе. Да. Сколько это времени займет? Слишком долго. Постарайтесь до завтра. Мне нужны камеры для наблюдения. Штук 6-7. Біздің адамдармен хабарлас, көмектеседі. Есть. Жалпы қалайсың? Енеңмен тіл табыстың ба? Все идет по плану, шеф. Они возвращаются. Ауланы тап-таза қып жинап қойыпты. Iya. Молодец, қызым. Апа, мынаны үйге ала кіріңіз. Шайларыңды тездетіңдер. Жарайсың. Айтпақшы, сен ана огородты суғардың ба? Иә, я суардым. Бәрі де дайын. Қолыңызды жуыңыз, тамақ жейміз. Ойбай. Осы сен жұмыстармен жүруге шаршап кеттім мен. Менде басқа жұмыстарым жоқ деп ойлайсың ба? Не жұмыс бар сенде? Сол баяғы ұрлайтын шығарсың қайтадан. В смысле? Менде бизнес идея деген миллион. Короче, тыңда, кафеге официант болып тұрып алам, содан кейін сол жұмыс маған надоел болады да, сол жерге барып охранник болып тұрып алам. Сосын бір бастық отырған кезде по-любому төбелес болады. Содан кейін мен бастықты құтқарамын да, лично охранник болып аламын, прикинь. Асыл бастықта бір тема қызы болады да, соған үйленем, сосын кафе маған қалады. Прикинь, ақша деген море болады, братан. А сосын камера аламын да, таксовать етем. Қалай, а? Тема, да? Сен осының бәрін айта бермей әуелі жасасаңшы. Запомни одну фразу. 500 до Курмангаза. Кеттік. Прости, я тут убиралась, нашла случайно. Ничего. Это мой папа. Мне где-то здесь 10 лет. Баяғыда папам таңертең мені оятады сабаққа. Жүрей сабағына қаласың деп. Мен денемді әрең дегенде алып тұрам, барғым келмейді. Сосын папам жолға шыққаннан кейін қала жаққа қарай бұрылып баратыр. Ой, папа, қайда бара жатырмыз десем, қалаға паркке дейді. Қатты қуанып кеттім. Паркке барамыз, от души ойнап, қыдырып, мороженыйға тойып үйге келеміз ғой. Мамашаға ештеңе деп айтқан жоқпыз. Сол күні түнде папам қайтыс болып кетті. А я свою маму даже не помню.
Мне был год, когда она умерла. А папа не стало, когда мне было 8. Мухтар ага мне как отец. А давай не будем о грустном. Сыграем в игру? М? Каждый из нас расскажет 3 факта о себе. Я начну? Только ты не смейся, хорошо? Короче, я не умел читать до 3 класса. Я ужасно боюсь стоматологов. Я не умею плавать. Так, ну, у меня аллергия на кошек. Я терпеть не могу, когда мне врут. И не умею кататься на велосипеде. Серьезно? Не умеешь кататься на велике? Ну, а ты вообще плавать не умеешь? Камера 1. Изображение есть. Камера 2. Изображение есть. В чем дело? Қызым, неге ұйықтамай жүрсің? Жай, апа, ұйқы жоқ. Кел, қасыма отыр. Саған қиын болып жүр. Түсінемін. Бірақ келген жерің жаман емес. Ерланым жақсы жігіт. Атасына тартқан. Красавчик. Да, красавчик. Только он мне ничего не рассказывает, куда ходит, чем занимается. Еркек деген әйелге есеп бере ме? Мал тауып әкелсе болды емес пе? Дұрыс, дұрыс. Ну, может, вы все-таки слышали? Может, он имена какие-то называл, адреса, куда ходит, что делает? Жоқ, ол ондайды бізге айтпайды. Мен білмеймін. Айдын чем занимается? Айдын? Оның бар арманы Камри. Осы қазақтарды Камримен оқытып қойған ау деймін. Бәрінің Камри мінгісі келеді. Немеремнің үйленгенін көрмей өліп қалам ба деп қорқушы едім. Мінекей, мынаны саған сақтап жүрмін. Мынау саған сыйлығым. Рахмет, апа. Тоқтай тұр. Бұл не? Еспандыр, ана сиыр сауғанда қолың ауырмайтын болады.